ата-анаңды құрметсе. Бірде Мұса пайғамбар Тәңірі Тағалаға уа жасаған, маған жұмақта көрші болатын кісіні көрсетші деп өтінеді. Тәңірісі, базарға барып ет сататын қасапшыны іздеп тауып ал, сенің жұмақтағы көршің сол болады, дейді. Мұса дереу базарға барып қасапшыны тауып алады. Ол ынты-шынтысымен еңбек етіп, ет сатып тұр екен. Кешке қасапшы үйіне қайтады. Жол бойында Мұса оны қуып жетіп, саған Алланың сәлемі болсын, бауырым. Жүзің жылы, қайырымды жан екенсің. Кімсің, қайда асығып барасың, деп сұрайды. Жігіт, менің кәрі сырқат шешем бар. Оны бағып қағу менің мойнымда. Күнде үйге қайтарда малдың жылы жұмсағын, өкпе бауырын алып барып, оған ас әзірлеймін. Шешем ауқаттан кейін күнде маған, балам, сені Тәңір жарылқасын. Маған қылған қызметін Құдайдан қайтсын. Ертең жұмақта Мұса пайғамбардың көршісі бол деп үнемі дұға қылатын, дейді. Мұса жігітке риза болып, уа жаратқан, ата-анасын сыйлаған адамның бәрін менің көршімнен қыл, деп дұға етіпті. Бұл туралы Миғраж сапарда да айтылады. Махамбет пайғамбар Миғражда бір топ адамдарды көреді. Олардың түрлері сондай ұсқынсыз. Ауыздарында бір тіс жоқ, құлақтары жырық, мұрындары пұшық, көздері қысық, қол аяғы шидей жіңішке, бірақ қарны қапиып кеткен. Өз бетінше жүре алмайды. Тырнақтары сояудай, жез тырнақтың кейпіне енген. Шаштары алба-жұлба. Пайғамбар олардың түрін көріп шошып кетеді. Бұлар кімдер? Дейді Алланың елшісі. Жибрейіл. Бұлар өмірде ата-анасын ренжітіп, Құдайдың рахымынан құр қалғандар. Кім ата-анасын сыйламай, олардың көңіліне қаяу салса, сол адамның Құдай алдында сүйкімі болмайды. Қияметте түрлері осы қалыпта тіріледі, дейді. Пайғамбар, ата-анасын ренжіткен бұндай сұрсыз адам менің үмбетімнен болмасын, деп дұға қылған екен. Осы сапарында пайғамбар бір топ періштенің пырақ аттарды жетектеп, қолдарына тон жамылға алып, бір жаққа кетіп бара жатқанын көреді. Ол, бұлар қайда бара жатыр, деп сұрайды. Жибрейіл, Тәңірдің сүйікті достары келе жатыр екен, соларды қарсы алуға бара жатыр, дейді. Пайғамбар қызығып, оларға ілесіп барады. Періштелер бір топ адамды күтіп алып, оларға оқалы тон кигізіп, астарына пырақ ат мінгізеді. Пайғамбар Жибрейілден, бұлар кім, деп сұрайды. Дүниеде ата-анасын сыйлаған адам Тәңірдің сүйікті құлы. Кім ата-анасына құрмет көрсетсе, Құдай оларға да солай құрмет көрсетеді, дейді. Пайғамбар, ата-анасына құрмет көрсеткен адамға мен де ізет көрсетемін, деп олармен сәлемдесіпті. Олар да пайғамбармен құшақтасып қауышқан екен.